Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін бізде ерекше бейне бар. Өйткені біз керемет дәмді үй жағдайындағы бупи-пай тортын дайындаймыз. Ең алдымен сармай мен қара шоколадты бір ыдысқа салып, барлығын осылай водяной баняда ерітеміз. Ол ерігенше келесі қадамға көшейік. Құрғақ ыдысқа бөлме температурасындағы жұмыртқаны салып, қант қосамыз. Содан кейін тығыз ақ көбік алынғанша бәрін миксермен максималды жылдамдықпен араластырамыз. Бұл біздің бупи-пай тортын жасаудағы маңызды сәт. Шоколад қоспасын дайындағаннан кейін оны 30 секундқа аздап суытамыз. Егер суытпай жұмыртқа қоспасына қоссаңыз, жұмыртқа пісіп кетуі мүмкін. Сол үшін де суыту керек. Енді біз жұмыртқа мен шоколад массасын біріктіреміз. Жұмыртқа қоспасына шоколадты майлы массаны құямыз. Шоколадтың суығанына көз жеткіземіз. Содан кейін миксерді пайдаланып, барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Бұл кезең біздің бупи-пай тортымызға керемет құрылым мен дәм береді. Енді бөлек ыдысқа ұнды саламыз. Содан кейін какао ұнтағы мен 10 грамм разрыхитель тесті салып, жақсылап араластырамыз. Енді массаға құрғақ ингредиенттерді бірте-бірте қосып, біркелкі болғанша миксермен араластырамыз. Бұл қадам біздің бупи-пай тортына керемет құрылымды береді және дәмдердің теңестіреді. Осы кезде асықпай мұқият болыңыз. Пергамент қағазын алып, қарындашпен қажетті диаметрді сызамыз. Содан кейін оны аударамыз. Дайындалған қоспаны қағазға салып, контур бойымен мұқият таратамыз. Бұл қадам біздің бупи-пай тортымыздың тамаша пішінін жасауға көмектеседі. Мен диаметрін 24 см қылдым. Дайындалған массаны пергамент қағазына 4 бөлікке бөлеміз. Әр параққа шамамен 6 ас қасық масса кетеді. Бірінші торт қабатын 180 градусқа дейін қыздырылған пешке саламыз. Оны 7-8 минут пісіреміз. Содан кейін оны табаның түбінен абайлап аламыз да, әр корж пісіп шыққан бойдан дөңгелек формамен шеттерін осылай мұқият кесіп отырамыз. Толығымен суығанша үстелге қалдырамыз. Осы процесті қалған үшеуінде қайталаймыз. Енді кремін дайындаймыз. Салқын сливкиді ыдысқа құйып, миксердің жай жылдамдығынан бастап, жоғары жылдамдығына дейін көтере отырып араластырамыз. Осылай қою болғанша миксермен араластырамыз. Енді қант ұнтағын еліктен өткізіп, мұқият араластырамыз. Кремге салатын барлық ингредиенттер салқын болғаны дұрыс. Енді біртіндеп кілегейлі ірімшікті қосып, кілегеймен жақсылап араластырамыз. Енді маскарпоне қосамыз. Ингредиенттер біркелкі араласқанына көз жеткізіп, миксердің орташа жылдамдығымен араластырамыз. Нәтижесінде бізде осындай крем шығу керек. Осылай төңкергенде крем құламаса, ол дайын деген сөз. Енді кремді осындай кондитерлі қапшыққа салып, тортты жинай бастаймыз. Міне бізде бупи-пай тортына кремдер дайын және барлық корждарды суыды. Осылай бірінші коржды қойып, қажет пішінді жасау үшін бупи-пай торттың кремін біркелкі таратамыз. Дөңгелек бөліктерді жасау үшін арнайы насатканы пайдалануға болады. Үлкенірек торт жасау үшін корж арасына крем арқылы торттың биіктігін үлкейте аламыз. Осылай барлық шетіне дөңгелек формасын беріп, ортасына да крем жағып, лопаткамен тегістеп жібереміз. Үстіне екінші коржды қоямыз. Оған кремді бір қалыпты етіп жағып шығамыз. Одан кейін үшінші коржды қоямыз. Оған да әдемілеп жағып шығамыз. Осылайша соңғы крем қабатын әдемілеп жағып шығамыз. Ортасына да крем жағып, лопаткамен тегістеп жібереміз. Төртінші коржды қойып, холодильникке сала тұрамыз.
Енді шоколадты глазур дайындаймыз. Ол үшін шоколад пен сары майды водяной баняда ертіп аламыз да сәл суығанын күтеміз. Енді торттың үстіңгі қабатына шоколадты глазурды біркелкі таратамыз. Осылай қасықтың көмегімен торттың барлық шетіне жағып шығамыз. Осы кезде тез жұмыс жасау керек, шоколадты глазур қатып қалуы мүмкін. Осыдан кейін тортты одан әрі безендіру үшін өз қалауыңыз бойынша жемістер қойсаңыз болады. Мен киви мен апельсин таңдадым. Бұл тортқа балғындық пен жарықтықты қосады. Оларды жұқа тілімдерге кесіп, осылай қойып шығуға болады. Дайын тортқа крем сіңу үшін холодильникке 2-3 сағатқа қоямыз. Достар, вупи-пай тортын сіздерге жасауға кеңес беремін. Бұл тортты қонақтық немесе отбасылық мерекелік дастархандарға қоюға болады. Осы аспаздық арнада бірге болғаныңыз үшін рахмет. Егер сізге біздің үй жағдайындағы вупи-пай тортымыз ұнаса, немесе өз идеяларыңыз болса, оларды комментарияда бөлісіңіз. Жаңа аспаздық арнамызда кездескенше сау болыңыздар.